Қызманы қалайсың? Мен басқа бөлмеге барсам қалай қарайсыздар? Өйткені мына бөлмеде өте қараңғы болып тұр. Біз бүгін 5 күндік ойбай 5 күндік сабағымызды аяқтадық. 5-ші күн болды бүгін бізде. Сәлематсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал кеттік. Сабақ керемет, тамаша өтті. Қуаныштымын. Гуми, сабақ керемет, қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Бәріміз сізді аңдып отыр екенбіз ғой, сразу. Соны айтам, бәріңіз мен күтіп отыр екенсіздер ғой. Осы түпсананы соңғы түпсана деп жауап тастағанбыз. Сосын бүгін Бағлан айтады маған, WhatsApp толған түпсана у-шу болып кеткен, бізді қоссын жаңа жылдың алдында. Жаңа жылдың алдында мощный энергетика рас болады. Енді мен өзім осы жылым, мысалы біреулер аптасына жасайды, осы апта мені сәттіліктерге толып тұр, керемет күшті апта күтіп тұр деген сияқты. Немесе осы ай деп. Мен өзім жылға жасағанды жақсы көремін. Сол үшін жаңа жылдың қандай атмосферада өткендерін қалайсыздар? 23-ші, 24, 25, 26, 27, 5 күн бойы түпсана және ақша деген сабақ тағы да болады. Иншаллах, Аллахтың қалауымен. Шу етіп атып, соны қайтадан қостық. Күйеуге тию үшін не істеу керек? Күйеуге тию үшін мен күйеуге тиюге дайынмын деген установканы қою керек. Біз күйеуге тигіміз келеді. Но подсознательно біз не істейміз? Күйеуге тисем бетіп жүре алмай қалам ба? Күйеуге тисем енеммен проблема болады ма? В основном көп қыздар күйеуге тиюден қорқады, өйткені әпкесінің, анасының, енесімен қиын отношениясын көрген. Бұлай өз күйеуге тигісі келеді, но подсознательно, бессознательно енемен қорқыныштың өзі кішкене блок қойып тұрады. Қорқыныш. Сондықтан бүкіл қорқыныштан арылу керек. Бүкіл негативті убеждение, установкадан арылу керек. Мен сіздің айтқан аффирмацияларды қайталап жүрмін күнде. Ұлан, рахмет. Жалпы мен байқаймын, соңғы кезде біздің сабақтарға жігіттер көп қатысып жатыр екен. Лотереядан билет алдым, қайырымдылыққа арналған, ол садақаға жату керек. Онда мен қалай да қатысамын, 23-де болады, 5 күн болады сабақ. Жасы ұлғайған сайын өмірге деген құлшыныс азая ма білмеймін. Жоқ, қанша аффирмация айтып жүрмін, но дейді. Нет, жасы ұлғайғанда да емес. Мәселе онда емес. Сабақ тыңдап жатқам, тікелей эфирді көрдім да келіп қалдым. Сабаққа қатысамыз. Маған жауап бересіз ба? Дин ханым, көрмей қалдым. Жарқын жұлдыз, рахмет, сұрағыма жауап беріңізші. Я тоже хочу замуж, но больше люблю свободу. Что делать? Вот, сіз өзіңіз біліп тұрсыз. Күйеуге тиюден де больше свобода. Күйеуге тию деген тәуелсіздіктен айырылу, еркіндіктен айырылу деп қабылдаған кезде адамда қорқыныш пайда болады, блок пайда болады. Мысалы, маған бір қыз сіңілім болып жүретін, өте тамаша қыз болған. Сол қызбен бір күн сұрайды, Айнұрхан, бүкіл сабақтарыңызға қатыстым, аффирмация айтып жүрмін, жасым 30-дан кетіп бара жатыр, но тұрмысқа шығатын түрім жоқ, әке-шешем мазамды алып жатыр, не істеймін дейді. Түпсана бөлек телефон, марафон бөлек телефон, шатастырмаңыздар. Сосын мен айттым, сен дедім, үйің бар, машинаң бар, жұмысың бар, сенде қорқыныш бар ма дедім. Осы қыздар сияқты подругалардың бәрі үйленіп кеткен. Күйеуге тисем, осы еркіндіктен айырылып қалам деген қорқыныш бар ма десем, бар дейді. Мен вообще қорқам дейді. Күйеуге тиесем, жұмыстың бәрін кім істейді, тамақ істеп үлгеремін ба, азаннан кешке шейін жұмыста жүрсем, үйдің тамағын кім істейді, сондай қорқыныш бар дейді. Сосын мен айттым, сен күйеуі бар адам сияқты жүр дедім да, менің жолдасым бар.
мысалы вечеринкадан кейін қыздардың бәрі үйлеріне асығып қайтып жатса, сен ішіңнен айтасың ғой, сыртынан айтпайсың ғой, мен күйеуім бар еді демейсің ғой. Мен қайтуым керек еді, мен қайтайын, мен отбасылы адаммын. Күйеуді тарту үшін состояние керек, состояние замужней женщины. Көпбасарға не жазатсың маған, а? Сені блокқа қоямын мен. Сіздер білесіздер ма, сол қыз бір-ақ айдың ішінде тұрмысқа шығып кетті ғой, 30 жыл қиналып жүрдім деген. Бір-ақ айдың ішінде тұрмысқа шығып кетті. Сіз менің сестрамен оқыдыңыз ғой дейді. Айнұр апай, жолдасым менің әйел адамға сенбейді, үнемі тексеріп жүреді. Үйленгенімізге 13 жыл болды. Семейная измена. Детская травма, видимо. Әкесінің, анасының бір сондай бір жақпай қалған, может, әпкелерінің, мен білмеймін. Сондай бір нәрсе көрген ғой бала кезінде. Сондай бір установка бар миында. Әйел шықса, измена жасайды деген. Менде анамның қайтыс болғанын көз алдымнан кетпейді, қорқыныш бар. Менде қатты ойланам, содан ба басым. Вот, қорқыныштан, конечно, ауырады. Индира Шим әлі жауап берген жоқ. Зеланд сияқты айтасыз, оны жиі тыңдаймын. Я, мен де жиі тыңдаймын. Жолдасымды жақсы көремін, бірақ құмар ойын ойнайды, тапқан табысын бәріне сол ойынға салады. Жақсы табыс табады. Құмар ойыны өте глобальный тема, өте үлкен тема. Біріншіден, екіншіден құмар ойын туралы не айтуға болады? Көпбасарова. Күйеуіңе сәлем айт, күйеуіңді шайын бер. Бүгінгі сабақ күшті болды, машаллах. Сабақ керемет болды, мида, жүректе тыныштық, рахмет. Сізге Алланың дұрыс жаусын, сабақ керемет болды. Мән сіздер сабақтан шығып бәріңіз мына жерде отырсыздар ғой. 3 айлық марафон басқа телефонда, тұпсана басқа телефонда. Қыздар, педагогикалық дипломы бар қыздар, психолог ретінде өзін шыңдағысы келетін қыздар, психолог болып ақша таппасам да өз өміріме қажет болады деген қыздар. Біздің 3 айлық 90 күндік марафонымыз басталады 25 декабрь күні. Сол марафонға қатысқан қыздардың арасында біз сертификат алғысы келетін қыздарға бөлек бір апталық сабақ өткіземіз, жеке сабақ. Жеке сабақ өткіземіз, бәлкім ол Стамбулда болады, бәлкім Астана, Алматыда, оны көреміз. Сертификат алу үшін жеке тағы да оқу керек болады. Егер сертификатты жеке өзім алып, марафонсыз алып оқимын десеңіз, ол 400 мың теңге болады. Сол үшін сізге выгодны марафонға қатысу 2 есе арзан болады. Оның бәрін бағланнан на телефон арқылы біле аласыздар. Ал енді түпсана сабағы, кәдімгі түпсананы қаласаңыздар, ата-ананы ақтау, күйеуге деген реніш, қорқыныштар, қандай да болсын, ақшаның потогы ашу, шаршап кеттім, бір қарыздан соң бір қарызға кіре беремін, қиналып кеттім деген болсаңыздар, онда түпсанаға қатысыңыздар. Түпсана сабағын мен жауып тастағам, бірақ соңғы постты көрдіңіздер. 8 көршімізбен қосыла алмай қалдық деп жазыпты ғой бір келіншек. Сондықтан көпшіліктің сұрағы өте көп. Бағлан айтады, телефонда тыныштық жоқ, түпсана қайтадан өтсінші, үлгермей қалдық деген адамдар өте көп болды деді. Сонымен 23 күнге қайтадан түпсананы өткізетін болдық. 3 айлық марафон 50 мың теңге, 90 күндік марафон. 90 күндік марафонға қатысатын қыздар түпсанаға қатыспай қойсаңыздар болады, өйткені бүкіл ақпарат ол жерде қайталанады. Ақша бірақ адамға дедіңіз ғой. Әпкем айтады, сенде де менде де норма ғой дейді, сол қалайша ақша туралы айтамын. Бір әулетте бір адамға келеді деген нәрсені айтып отырсыз примерно, иә? Ақша ол бір бөлек. 1000 теңге, 100 мың теңге, 200 мың теңге ол бар, это нормально. Но большой поток, үлкен поток әулетте бәріне келмейді. Это редкий случай. 1000 отбасының ішінде біреуінде ғана болуы мүмкін. Ағасы да миллионер, інісі де миллионер, бәр. Примерно, да? Өте сирек кездеседі. Ал в основном большой денежный поток бір әулетте бір адамға келеді. Яғни көп отбасының несібесін бір адамға береді, Аллах тағала. Яғни біз несібе көп ақша тапқан кезде әулетімізбен бөлісуге тиістіміз. Біз не істейміз? Мен кешкешін жұмыс істеп жатырмын, ол болса жатыр ұйықтап, мен оған не үшін көмектесе беру керекпін, істесін өзі, бүйтсін, сөйтсін деп айтып келатамыз да, но көмектесуіміз керек. Бөліп төлеуге болады. Қызым тез ренжігіш, мінез құбылып тұрады, 6 жас, еркелік қой ол. Мінез құбылып тұрады, ау деуге болмайды. Ақтау туралы қалай жазамыз, пожалуйста, айтып бастап беріңіз. Енді ақтау деген нәрсе бұл үлкен техника. Ол үшін адамдар ақша төлеп сабаққа қатысып жатыр.
қазір мен осы жерде отырып былай ақтап бере салу десе ол болмай қалады, иә. Сабаққа қатыссаңыздаршы. Турцияға жолдаманы ертең сағат 2-де 14:00-де тікелей эфирде анықтаймыз. 100 арманымды қай шақта жазамын? Осы шақта. Атанан ақтау техникасын жасадым. Өте керемет, көңіл күйім көтеріліп, күшті болып қалдым. Ағалы інілі миллионерлі танимын. Редкий случай, иә? Өте редкий случай. В основном біреуісі шығады да қалғандарын сүйрей бастайды бүйтіп. Өте күшті әсерлер, рахмет. Моңғолиядан сәлем, машаллах. Бүгінгі біздің сабаққа бағана Техастан қатысып жатыр екен. Түп сана өтетін болдым. Телефонын жазып қойдым, қатысыңыздар. Бізде қыздар өзі қазақтың сондай ғой, ауырып атқан кезде больницаға жүгіреміз. Әбден керек кезде шапқылаймыз, сондай да. Осы түп санаға сабаққа тіркеу 10 күн бұрын қойып қоямыз. Қазір міне 14-і ма, әлі 23-не дейін 5, 6, 7 күн уақыт бар, иә. 7 күн жүреді. Стоит ба, берейін ба, не істейін, қояйын ба. 2 күн қалғанда соғыс басталады. Оның өзінде де бір қатысайыншы, бір ақша пайда болды дейміз. Елдің бәрі таласып жатыр, ойбай, мен қап кетпейінші. Жеке қабылдауға қазір вообще уақытым жоқ, өкінішке орай, мүлде уақытым жоқ. 15 жастағы қызыма, жалпы 15 жастама қызыңыз, 5 жастама маңызды емес, балаларды құшақтау маңызды. Құшақтау керек, сүю керек. Құшақтау арқылы біз құшақтағанда былай құшақтаймыз ғой. Дөңгелек, иә. Жер шарында дөңгелек қой, ты мой мир, ты мое все деген сияқты да. Біз шексіз махаббатты құшақтау арқылы бере аламыз. Көп жағдайда бізде атасы мен әжесі тәрбиелеген кезде балаларын жұмыс деп балалардың алдында өзін кінәлі сезінгенде балаларды құшақтай алмаймыз. Біз шекара тұрып қалады. Бала өскеннен кейін де батпаймыз да. Анашым, мен сені қатты жақсы көремін деп не бала еркелей алмайды. Балапаным келші құшақтайын деп не анасы бата алмайды. Өмір бақи біз шекарамен қатып қалады. Бұл жүректі қатайтады да. Сол үшін арадағы шекараны бұзыңыздар. Просто балаларды құшақтап тұрыңыздар. Ұйықтайтын кезде құшақтаңыздар. Таңертең құшақтаңыздар. Солай махаббатты көрсетіңіздер. Өзіне неге деп сұрасам, жолын болмайды. Жолын ашу керек, жолын өзі ғана аша алады. Аллахтың, мысалы, Аллах тағала да айтады, иә, өткенде де айттым ғой, көршілеріңмен тату болыңдар, көршінің қақысын жемеңдер. Не үшін көршіге акцент, туыстарыңмен, бауырлардан бөлек көршілеріңмен тату бол, көршінің қақысын жеме деп қадағалап айтқан. Не үшін? Себебі біз көршімізді күнде көреміз. Күнде көреміз. Егер сіз ойлаңыз, мынау сіздің есік белес көршіңіз, сіз оны жек көресіз, ол да сіз жақтырмайды. Көрген сайын нервіңіз көтеріліп отырады да. Көрген сайын. Сіз подъезде көріп қалдыңыз, немесе есіктің алдында көріп қалдыңыз, нервіңіз көтерілді, осы энергияны алып үйге кіресіз да. Сіз үйге негативті энергияны алып кіресіз, маятектің энергиясын алып кіресіз. Сол үшін көршімен тату бол, көршіні жақсы көр дейтін сондықтан. Көршілердің қателігін, көршілердің кінәсін, минустарын ізденіп көрмеңіздер. Сізден ол көршіңізді сізден жақсы білетін ешкім жоқ. Туыстары білмеуі мүмкін, ата-анасы білмеуі мүмкін, сіз жақсы білесіз. Ұрысып жатыр ма, басқа болып жатыр ма? Біз айтамыз ғой, ой, осылар кешке шейін ұрысады жатады, күйеуі алқаш, әйелі сұмырай, бала шағасы анау пынау. Керісінше сіз жасырыңыз. Ондай көрші сізге сынақта. Сабақ ертең сағат 14:00-де сол парақшада тікелей эфирде ойнатылады қыздар Стамбулға. Арақ және де мына азартный ойын деген өте үлкен тема, глобальный қыздар. Бұны негізі арақты білмеймін. Психология, жалпы наркологияға өте ауыр көмектеседі. Гипноз, анау, мынау техника көп, мен оны білмеймін, меңгермегенмін, айта алмаймын. Құмар ойындары. Құмар ойындарын бір нәрсемен ушықтырамыз, мен жақсы білем. Претензиямен тағы ойнап келдің ба, тағы бара жатсың ба, тағы биттің ба, Құдай-ай, әке-шешесін айтып, шулату арқылы ол адамның азарты өсе береді. Құмарлығы ояна береді, көтеріле береді. Біз мысалы үшін кішкентай балаға айтамыз ғой, ана алмаға жеме, қонақ келгенде жейтсің, тығылып соны жеп жүреді да.
мысалы біз кішкентай кезімізде қарасаң өмірде кәмпитті ұрлап жейтінбіз. Не үшін? Жеме деген запрет болатын. Қонақ келгенде жейді деген запрет. Жеме деген сайын жегің келетін да. Қазір ойласаң кәмпитке соншақты бір дефицит болмаған ғой, бірақ өз үйдегілерде сол, видимо, енді кедейлік психологиясы ғой, біздің апаларымыз бәріміз баққан, өмір бақи ашаршылықты көрген, соғыстан кейінгі жылдар өмір бақи тыға берген да тамақтың бәрін. Егер адамдар санатына ренжулімі не істесем болады? Санаға қатысыңыз, әкеңізбен отношения жөндеңіз. Причем тут менің әкем дейтін шығарсыз, тікелей қатынас қатысы бар, тікелей. Сондықтан запретный плод сладық дейді ма? Сол сияқты жаңа құмар ойыны солай азарт, ол азарт көтеріле береді, құмарлығы одан сен асқына береді. Өзің біл, өзің ақылың бар адамсың. Ойнап келді ма, бүгін ойнап келеді. Екінші, ана қазақтың сөзі бар ғой, таспен атқанда аспен ат. Страшный психология ғой. Сіз оны жаным сол аман есен келдің ба деңізші. Сен оған тағы келдің ба десең кетшей дейді, мысалы да, құмар ойын примерно. Одан сайын ерегісіп жүреді. А сіз оны сондай жылы махаббатпен қарсылап, тағы келдің ба, жолың болмады ма? Жарайды, кетіп бара жатқанда жолың болсын деп шығарып салатын болсаңыз, ұят оянады ода. Бізде ана бірдеңені бүлдіріп қойып, күйеуімен төбелесіп ұрысып жатқан кезде айтады ғой, одан да ұрғаны жақсы еді дейміз ғой. Үндемей қойып мені құртты ғой мынау дейміз да. Билет Стамбулға ертең ойлатылады. Үйде декретте отырым, көңіл күй мүлде көтеріңкі болмайтын болды. Бұл сіздікі қараңыз, декретте отырым, көңіл күй мүлде көтерілмейтін болды. Яғни ішіңіздегі баланы непринятие, балаға деген махаббат жоқ. Видимо, баланы тез көтеріп қалғансыз. Зарғып күткен, зарғып жеткен сағыныш, видимо, ондай нәрсе жоқ. Баланы сіз қазір проблема деп қабылдап тұрсыз. Бұл жаман. Бұл жаман. Поэтому үйде отырып қалдым ғой деп отырсыз. Осы баламен отырғызып қойды ғой деп отырсыз да. Сабақ туралы нелер жазып жатыр, елдің бәрі жазып жатыр. Сабақ керемет болды, WhatsApp-қа жазып жатыр. Басым жарылайын деп отыр, неге бұрын кездесіп едік, күйеуіммен ажыраспас едім ғой, Аллах разы. Менің энелік қыздарым жазып жатыр, жандарым. Чекап өтетін клиниканы біліп бергенде, Ерсой клиникасы Түгелбаева, Сәтжан Тоқтарбайдың парақшасына жазыңызшы. Машаллах, инстаны ашсам болды, жап-жарық, сіз жарқ етесіз. Айтып өтейін, осы күні бүгін біз түпсана және ақша сабағының 5-ші күнін аяқтадық. Осы түпсана сабағына қатысқан қыздардың ішінде 2 адамға мен Стамбул қаласына жолдама ойнаттым. Ол адамның жолын, қонақ үйін түгелін өзім төлеп берем. Стамбулға келіп 3 күн бойы менен жеке консультация алады. Бірге сабақ өтеді. Иншаллах, ертең сағат 14:00-де тікелей эфирде ойнатылады. 23 күні келесі сабақпен қай күн болады дедім? 23-і, 24-і, 25-і, 26-і, 27-і. 5 күн болады. 23-і, 24-і, 25-і 3 күн түп сананы өтеміз. 25-і, 26-і, 27-і ақша деген 2 сабақ өтеді. Сол 5 күндік сабақтың ішінде тағы да Стамбул қаласына 2 жолдама ойнатамыз. Егер сіз бізге мынандай нәрсе бар да, біздің мынандай проблемамыз бар. Мысалы, диета баста десе біз не дейміз? Ертең ана класстастардың туған күн болады, содан кейін бастаймын. Диета бастасашы, құда күтейін деп жатыр ғой, ана кім дедіші, сол құдалыққа барам, содан кейін бастаймын. Диета бастасашы, кімнің ұзатылу тойы болсын, соған дейін бастаймын. Сосын жаңа тойға 10 күн қалғанда диета бастаймыз. 10 күн емес, 3 күн қалғанда аш отырамыз ғой бүйтіп. 3 күн артықтап алу керек. Ас ішеді керек дей ма қазақтар? Оған дейін жүреміз. Диета деген сөзде бізде біз той дегенді, құдалық, той томалақ, туған күн дегенді тамақ жеу деп түсінеді екен бізді. Тойып тамақ жеу. Қазақтың геніндағы ана ашаршылықты көрген, сондай жоқтықты көрген қазақтың генінде кедейліктің психологиясы ол постоянно ойнап тұрады да. Тамаққа, қонаққа барсақ тойып тамақ жеп алу деп түсінеміз. Ананы бір жейміз, мынаны бірінің артынан бір торт-пен ет шұқылап бір кезде сөйтіп атамыз. Бұл біздің генімізді рас, кедейліктің несі сондай.
ана байлардың кезіндегі ақсүйек байлардың бәленбайымның жылқысы болған өмір бақи тоқшылықта көрген андай байлардың тұқымдары кейбір қарайсың, иә, өз кедей отбасы да, бірақ өте тамақты талғап жейді, өз-өзін жақсы көретін біреулер болады да. Бұның әкесі ішкіш, шешесі жүрген біреу, бұл бала кімге тартып осындай бекзат болып қалды? Геной да. Геной бұл жерде. Ал бәрі жеткілік тамаққа тоймайды да. Көз тоймайды тұрады. Опять же, геной. Сондықтан нәтиже супер, рахмет сізге. Сондықтан да, бұл не үшін айтып жатырмын? Жаңағыдай диета дегенде де біз сол тамақты тамақ жеу, тойып жеу деп түсінеміз да, ана той өтсін, мына той өтсін. Біз сондай өзгеру десе бітеді да, понедельник күн бастаймын. Понедельникке дейін бір демалып алайын деп. Өзгеру дегенді біз ойлаймыз, азаннан кешке шейін фитнеста жүріп, мына үйді бұзып тастап, жаңадан үй соғу деп ше. Ойбай, неден бастайық? Өзгеру деген сөздің өзі бізді шошытады. Мысалы айтасың ғой, кредиттен, қарыздан шаршап кеттім дейді да. Өзгерсеңші десең, дейді да, шошып кетеді да, қашады. Өзгеру деген сөз, ол не, қалай өзгереді білмейді да, уже автоматом дірілдеп қалшылдап қаша береді. Өзгеру деген сөз пугает. Сосын айтады, болды, мен өзгерем деп шештім. Қашан? Жұмыстан шығайын, пенсияға шығайын. Әйтеуір өзгеретін адам дәл қазір бастайды. Мысалы, қазір тікелей эфирге кіріп отырса, мен тыңдап отырса, все, уже информация кетіп жатыр, уже ақпарат кетті. Қазір бастаңыз. Бүгінгі сабақ сақтаулы тұр, қыздар. Неге жазып жатсыздар? Сабақ сақтаулы тұр. Бүгінгі соңғы сабақта қатты басым ауырды. Не үшін бас ауырады? Өйткені мен айтқан негативті әңгімелерден, негативті адамдардың көрінісінен өзіңізді көргенсіз ғой. Неужели мен осындаймын деген нәрселер жүректі ауыртады. 3 айлық марафон 50 000 теңге тұрады. Менің үлкен қызым талғап жейді, мені үйретіп жүр. Мен органда жұмыс жасаймын, ал күйеуім қарсы, бірақ мен өз жұмысымды қатты жақсы көремін. Қандай кеңес бересіз? Негізі күйеуіңіздің айтқан тыңдағаныңыз абзал бірінші кезекте. Аллах тағала айтты ғой, күйеудің разылығын алғанда әйелдерде поток ашылады негізі. Ал енді сондай жұмысыңыз жақсы көретін болсаңыз, күйеуіңізге айтыңыз, осы жақсы көрем. Және ол күйеуіңіз не үшін қаламай тұр? Значит, какая-то бір негативный оның убеждение. Значит, сол жақтан еркектер көп деп ойлайтын шығар. Мүмкін сіз үшін қорқатын шығар. Сол күмәнін сейілту керек. Менің балам өтірікті көп айтады. Не үшін өтірік көп айтады? Значит, сіз қаталсыз. Шындықты айтса, ұрасыз, соғасыз, жәнін шығарасыз. Бала өтірік айтуға мәжбүр. Мен айтып жатқандай болады, күнде сіз тыңдағым келіп, күнде ертең сөзі ғой дейді. Еріншектің ертеңі бітпейді. 2012-2013 жылғы тренингтерге қатысып өзіме сенімділік күшті еді. Қазір балапандармен отырып, адамдармен араласудан өзімді шектеп жүрмін. Не себеп білмеймін. Жақсы ғой. Балапандармен отырып, адамдармен араласудан шектеп. Балапандарда позитивті энергия көп, тазалық. Үлкенде де негативті энергия көп. Это жақсы нәрсе. Ол шошитындай нәрсе көріп тұрған жоқпын. Менің тілім ашылау маған ұнамайды. Сіздің тіліңіздің ашылау болған маған да ұнамайды. Басқа пәле тілден дейді қазақтар, иә. Негативті установка сізде әлбетте көп болу керек. Жолыңыз болмай қала беретін сәттер сізде әлбетте көп болу керек. Неге? Тілі ашы адам тілінен табады. Тілінен табады. Бала компьютер ойыннан баса алмайды, жылап шығады. Кто виноват? Компьютерға кім үйретті оны, кім әперді оны? Енді іштен етпейді. Бітті, енді ойбай өзім істеп қаппын, болды, поздно екен деп компьютердің іштен қадап тастамаңыз. Балаңызбен келісім шарт жасаңыз. Қазір сен 3-ке дейін екеуміз далаға шығамыз, қар көреміз, немесе мынандай істейміз. Одан кейін саған 1 сағатқа көруге рұқсат. Одан кейін 50 минутқа рұқсат, сөйтіп азайтыңыз. Бірақ бала компьютерға не үшін қатты кірісіп тұр? Яғни ему там интересно. Яғни сіз отбасымен кішкене қызығушылық. Отбасылық пикник жасаңыз. Отбасылық бірге демалысқа шығыңыз. Бізде демалысқа шығып, бір жаққа арылап көңіл көтер десе, оның бәрі, ой, оған ақша қайда деп ойлайды. Фитнес спортпен айналыспай, оған ақша қайда? Кез келген қалада, Алматы болсын, Астана болсын, бір байлардың тұратын бір райондары болады да.
Сосын ана базардың айналасында бір өте жұпын отбасы тұратын райондар болады. Байлар тұратын, отбасылар тұратын, байлар тұратын районға таңғы сағат 5-6 көлемінде барып қалсаң, жүгіріп жүрген адамдарды көресің. Бізде Есілдің бойында жүретін. Таза ауада спортивкасын киіп алып, таңертең жарты сағат ерте тұрып жүгіріп жүреді да. Кедейлер тұратын районға барсаң, қыбыр еткен адам көрмейсің да. Қыбыр еткен. Денеңді әдемі қылып ұстау үшін ақшаның керегі жоқ. Желание болса болды. А бізге не үшін спорт десе, ой, қой оған, ақша қайда оған. Қой айналайын, еркіп жүретін уақытым жоқ одан да. Шамаңыз. Нұржан Әлсейітов, рахмет, рахмет. Кімдердің жолы болмайды, қалай ойлайсыз? Қорқақ адамдардың жолы болмайды. Биікке шығайын десе, құлап қалам ба деп қорқады. Бай болайын ба десе, біреу тұнап кете ма деп қорқады. Жұмыс бастайын десе, қарызға кіріп кетем ба деп қорқады. Қорқа береді. Вот олардың жолы болмайды. Қорқыныш кез келген адамның өмірінде секунд сайын кездеседі. Дәл қазір мен өзім психологиялық сабақ айтып отырмын, қорқыныштан құтылу туралы. Қазір мына жерде бірдеңе гүрс ете қалсын, деп мен де қорқып қаламын. Ойбай, не болды деп. Қорқыныш деген әр секундымыз біздің қорқынышқа толы. Кез келген уақытта оянып кете салуы мүмкін. Жалпы мен қорқамын дегеннің өзі де зона комфорта. Мен ұшым біле болды ғой. Қорқамын деген сөз. Мысалы үшін, диванда жатырда рахат. Жұмыс істесеш, қой ақшам жоқ оның. Қарыз болып қалсам, ана бәленбай қарыз болып әлен құтылған жоқ па? Ана біреу машинасын, үйін бәрін сатып тастап, ақырында тезектеп кетті, соғысап қалам ба? Удобно, да, диванда жатасың. Қорқайып жатасың да рахат. Кешегі мен постымды оқыдыңыздар ғой. Байлар мен кедейдің айырмашылығы неде? Қорқынышта кедейлер қорқа береді, байлар қорықпайды. Кедей адам, кедейлікке бейім адам сабаққа қатысатыппын ғой. Бірдеңені бастайды. Мына базардан картопты әкеліп екінші базарға сатып атқан кезде сауда бір күн жүрмей қалды ма, болды, сойды, желаниесі қайтып кетеді. 100 000 теңгеге картошка алып едім, күйіп кеттім. Ойбай, болды, құрсын, көрмегенім картошка болсын, көрмегенім базар болсын, жұмысы да құрсын, айналайын, тыныштық керек, болды. Беті қайтып қалды. Ал өсетін адам, энергиясы толық адам, 100 000 теңгеге картошка алды, жүрмей қалды, не дейді? Значит, не мое, нормально. Так, менің қолымнан тағы не келеді? Қай жерде не актуалды? Ол зерттейді, іздене, тыным таппайды. Сабақ 23 күні басталады. Қазірден бастап тіркеліп алсаңыздар. Айнұр ханым, өтініш, мені қосыңызшы. Аллахтың атымен ант етейін, мен сізге дұға жасайтын боламын деген кешегіне қорқынышты хаттар жазбайтын боласыздар маған. Мені қосыңыз деді. Сіз үлгермей қалдыңыз, сабақ басталып кетті десем, өтініш қоса салыңызшы басталып кетсе де деген хат келіпті. Ақшаңыз төлеп тұрмын ғой дейді. Маған ақша төлеген адам керек емес. Маған тыңдаушылар керек емес. Тыңдаушылар прямой эфирде толып отыр. Міне қазір 5400 адам тыңдап отыр. Маған тыңдаушылар керек емес. Маған нәтиже шығаратын оқушылар керек. Ресейлік психологтардың сабағына қатыстым. Қалай болды нәтижеңіз, көңіл күйіңіз қалай? Эфирді сақтайық. Көңіл күйім болмаса, тәтті жеп көтерем, қалай қоюға болады? Остановкамен анықтап көру керек, не үшін именно тәттіге? Мен таксистпін, табысым жақсы, но бәрі күледі, жауап беріңізші. Жаным әшейін, маған да күледі елдер. Не айтып жүр мынау? Көп сөйлеп, елдің құлағына жаңа лапшаны іліп, маған тура осылай хат жазған, елдің құлағына лапша іліп, ақша тапқаныңа мәз болып тұрсың ба? Күледі.
егер мен қазір кім маған күледі, ойбай маған күліп жатыр деп қойып кететін болсам, сахнаға шыққанда да күлген маған, ойбай мынау сақау болып сахнада не айтып отыр мынау деген, түк түсініксіз ғой деп те күлген. Күлгендер көп болған. Анау күліпті, анау мен жамандап жатыр, анадан бүйтіп жатыр. Мен бүкіл халыққа ұнайтын қасиетім жоқ. Әлбетте мен осы 5500 адамның ішінде бір 5 адам жақтырмай отыр, әлбетте. Ол 5 адамның көңіліне қарап отырсам, мен қазір 5500 адам жоқ болып жүру керекпін да, примерно. Сондықтан күлсін, пожалуйста, қуаныңыз соларға күлкі болып жүргеніңізге, солардың көңіл күйін көтеріп жүргеніңізге қуаныңыз. Нормально. Ішіңізден айтыңыз, будет время, мен де күлетін кез болады деп айтыңыз. Мен сізді қатты жақсы көремін, рахмет. Айлана Грей золото. Алдау дейді. Қараңыздар. Менің ораза жасайтын бір әдетім бар делік да. Бірден алғым кеп тұрады. Бұл клептомания деген диагноз. Бірден алғым кеп тұрады. Шыдай алмайсың. Сосын мен жайлап алманы аламын. Біреудің көрінбей тұрған алтынын алып жіберем, анасын алып жіберем. Әлбетте мен бір заттарымды бірдеңе тастап кетуге қорқамын. Өйткені өзім клептоманикпін, клептоманмын. Мен өзімнің признагым елдің бәрінен қорқамын. Елдің бәрі ұры сияқты. Затымды қойып кетсем, бір ұрлайтын сияқты. Затымды тыға берем бүйтіп. Чемодан қойсам, аузын құлттап қоям, тыға берем. Яғни мен өзімде сол қасиет болғаннан кейін елден соны іздей берем да. Жаңа алдау, алаяқтық деп жатыр ғой. Яғни сіз өзіңізде де сол біреулерді алдайтын бір қасиеттер бар да. Өзіңіздің бейнеңізді көрген кезде адам өзінің қателігімен бетпе-бет кездескенде өзінің кемшілігімен маятниктің шкаласы көтеріліп тұрады ғой былай. Вот сен қандайсың деп тұрады да. Мен қанша адамдар тыңдадым, но сіз ерекшесіз. Яғни өзінің қасиетін әркімнен іздеп тұрады. Өкінішке орай. Я вам благодарен, Болат Казинов. Взаимно. Қуаныштымын. Әпке, қызыма опухоль операция жасап едік қой 2017 жылы. Көзіне кристаллик салуға бола ма 13 жаста? Жаным, Шынар Қожанова. Не істеші? Сәтжанға жазып көрші. Мен өзімді көп іздедім, барлық жұмыс жасай бердім, бауырсақ пісіріп саттым, автобуста кондукторда болдым, машалла. Садикте тәрбиешіде болдым, киім де саттым. Сосын маникюр мастерінде істедім. Сосын түбінде таптыңыз ба? Өте күшті. Мысалы, қараңызшы, сіз айтасыз да, бауырсақ саттым, классно. В любом случае сіз ештеңке жоғалтқан жоқсыз. Бауырсақ пісіріп үйрендіңіз, шебер, тәтті, дәмді дайындауды үйрендіңіз, е. Екінші, балабақшада садикте істедім. Жақсы ғой. Балалармен тіл табысып үйрендіңіз. Сіз балалар психологы бола аласыз, өйткені сіз таппай қалдым. Маникюрға бардым дедіңіз. Жақсы ғой. Өзі маникюріңіз жасасаңыз да, анаңызға жасасаңыз да. Керекті дүниелер ғой бұның барлығы. Так что ол ананы істедім болмады, мынаны істедім болмады, мынаны істедім болмады. Олай айтпаңыз. Каждый раз будьте благодарны. Мына жаққа барып мынандай білім алдым, мына жаққа барып мынандай білім алдым. Нан пісіріп үйрендім. Жақсы ғой. Кез келген негативті позитивке айландырып үйрену керекпіз. Ер адамдарда да осындай сіз сияқты психологтар болса ғой, арнайы барлық отбасы бақытты болар еді. Көп қой ер адамдарда, өте көп қарсы шығып жатқан. Сізді жақсы көремін, рахмет. Бір сұрақ күшті жаңа еді. Сіз мені кешіріңізші, эфирде ұялмай көрейін. Есе қойдым жаным. Кешірдім. Биден қалай ұмытамын. Түпсанаға қатысу керек. Давлатовтың сабақтарына қатыстым деп айтып едіңіз. Ол кісі туралы ойыңыз қалай айта аласыз ба? Өте жақсы, маған қатты ұнайды. Еш нәрсеге зауқым болмай жүр. Түпсана. Я вас обожаю, люблю. Гүлмира, взаимно. Ер адамды ренжіткем, қалай кешірім сұрасам болады. Ол маған ұнайды. Оны көрсем тілім байланып қалады. Не істеймін? Сіздікі кешірім сұрайтын жағдай емес қой. Сіздікі таптаза махаббат қой, жаным. Аллах нұр жаусын, абыройыңызды арттырсын. Әмин. Мен 28 күнді оразаны ұстап жүргенмін. Әмиян ұрлап кетті. Маятник. Нормально. Денсаулыққа зиян келмесе болды ғой. Қалғанның барлығы маятник. Не переживаем.
мен өзімді көп іздедім, барлық жұмысты жасай бердім. Жаңа бауырсақ пісірдім, садикте тәрбиеші де болдым, киім де саттым. Қанша навык, қанша ресурстарыңыз көбейттіңіз, күшті ғой. Өте жақсы. Өте жақсы. Сізді жақсы көремін, рахмет. Өзбекистаннан сәлем. Құдайға шүкір, тәуба, мен сізге ризамын. Рахмет. Өтінем жауап беріңізші 9 жастағы дүниесіне. Витилиго ғой, иә? Психосоматикасын көру керек, мен білмейді екем. Но өзіне айтқызыңызшы аффирмация. Менің терім таза, менің денім сау, мен бақыттымын. Сабаққа қатысып жүрмін, намаздамын, 10 жылдан бері орамал таға алмай жүрмін. Енді ол иманнан ғой, өзіңіз келесіз, тағасыз. Оны проблемаға айландырып керек емес. Бүгінгі сабақта айтқан утечка энергияда айтасыз ба? Айтайын? Утечка. Әр отбасының Аллах тағала күн сайын ырыс несібесін беріп тұрады. Әр отбасының. Я? Әйел үйдің энергиясын, үйдің несібесін қалай шашады? Төркініне қашу арқылы шашады. Осы отбасында, мысал үшін біз таңертең не су ішеміз деген уайым қайсыңызда бар ма? Не су ішеміз деген. Ондай уайым жоқ та. Сосын ертең нанды қалай тауып жеймін деген уайым жоқ. Нан бір қозы артық туса, бір түп жусан артық өсетіні секілді, әр отбасының күнделікті тағамын Аллах тағала беріп тұрады. Енді сіздің әйеліңіз бала шағасын алды да шауып төркінге кетіп қалды. Аллах тағала мына үйге беретін несібені мына үйге бере бастады. Яғни утечка солай кетеді. Ер азаматтар жүріс жасаса, қыздармен көп общениеға кіргенде утечка ер азамат тарапынан болады. Шығамыз ба? Мен оқып алдым. Болды. Вот. Сондықтан ер азаматтар үйдің энергиясын далаға шашпаңыздар. Ер азаматтың жұмысында берекесіздік көп болады, сол кезде береке болмайды. Егерде басқа бөтен әйелдерге оны Аллах қоспаған араңызда некеңіз жоқ та, харам етіп қойған дүние ғой, соған гүл бересіз, примерно шайға шақырасыз, ақша жұмсайсыз ғой, харам нәрсеге ақша жұмсайсың, берекесіздік содан басталады да. Сондықтан мен қорқытқаным емес, бір ойбай не жүрмесін деп. Бұл шындық, бұл дәлелденген нәрсе. Ал әйелдер төркініне шапқылай берген кездерде үйінің энергия, утечка ағып кетеді. Утечка. Түпсананы тазалау не үшін керек? Не үшін керек түпсананы тазалау? Біздің түпсана тазалаудағы сабақтағы біздің негізгі мақсатымыз негативті установкада, бәріміз негативті установкада жүрміз. Ақша жетпейді, балам ауыра береді, тұрмысқа шыққым келеді, күйеуім біреумен жүреді, енем тыныштық бермейді. Бұл негативті установка, негативті волна, негативті толқын. Негативті толқыннан біз позитивті толқынға түсу керекпіз. Позитивті толқынға түскен кезде бізде ақша да, береке де, барлығы да болады. Біздің жұмысымыз, біздің түпсана сабағының негізгі миссиясы, менің миссиям негативті волнада тұрған адамды позитивті волнаға ауыстыру. Мысал үшін, мен тағы да қайталап айтамын, маған сабаққа, маған тыңдаушылар керек емес. Мен айтыста тыңдаған, мені всю жизнь 28 жыл тыңдатқам, маған тыңдаушы керек жоқ. Маған жаттығуды жасайтын, нәтиже шығаратын шәкірттер керек, иә. Енді қараңыз, мен Айнұр ханым сабағына қатысып, осындай нәтижеге жеттім деген бір ауыз сөз керек. Қараңыздар. Әлот Субай Көпіріп, Тұрақбаева, Гүлмира, жаным, кішкене кітап оқып, мәдениетіңіз көтерсеңізші. Анасыз ғой сіз болашақ. Или қазір анасыз ба? Қазір ана болсаңыз қандай өкінішті жағдайда. Негативті волнадан позитивті волнаға бізді ауыстыру, біздің түпсана сабағының миссиясы осындай. Негативті волна дегене, негативті толқын деген ашулану, ұрысу, жылау, қиналу, шаршау, депрессия, бұның бәрі негативті. Если осының біреуі болса, сізде ауыра беру, қайта-қайта, қарыздан құтылмау, онда сіз мына волнада тұрсыз. Біздің миссиямыз мына волнаға сізді түсіру. Енді дым нәтиже жоқ деген адамдарға таң қаламын да. Мысалы үшін біз ең бірінші ауызға тыйып үйретеміз. Ашуланбауды үйретеміз. Сіздің отбасыңызда тыныштық басталса,
балаларыңызбен араңыздағы, ата анаңызбен араңызда махаббат нығайса, бұл нәтиженің көкесі ғой на самом деле. Оны өзіміз-ақ істейміз деп айтатындар бар шығар. Істеңізші қазір. Істеңізші. Әкеңіздің обидасын ұмытып көріңізші. Қорқыныштардан өзің просто құтыла салып көріңізші. Қолыңыздан келмейді. Ол үшін де білім керек, ілім керек та ол үшін. Енді қараңыз, біздің миссия негативті волнадан позитивті волнаға өткізу. Енді қараңыздар. Мынау сіздің ескі үйіңіз, мынау сіздің жаңа үйіңіз. Сіз ескі үйден жаңа үйге көшкенде мусорды алып кетесіз ба? Кимейтін киімді, ескі құсқы дүниені алып кетесіз ба? Жап жаңа үйіңізге барып мусор алып келесіз ба? Әкелмейсіз. Яғни түпсананың миссиясы мусордан, мидағы мусордан, қоқыстан тазалануда, мына дұрыс волнаға өту. Дұрыс волнаға өту. Ойды өзгерту, миымызға дұрыс установкалар қою. Байлық деген нәрсе адамның өміріне аспаннан жауғанда сарт етіп келмейді. Мен бай болам деген түсінік, мен бай боламын деген қағида алдымен сіздің ойыңызға келеді, ойыңызға келгенсін барып бойыңызға келеді. Бірінші бойыңа келген байлық ол сізге сіңбейді. Бүгін келді, ертең қарасаң жоқ. Анаған бергенсің, не алған, не істеген білмейсің да. Сондықтан бірінші ойға кіргізу керекпіз. Сосын барып өміріңізге келеді. Сол үшін де сіздерді түпсана сабағына қатысуға шақырамын. Бұл 2 сабақты қосып жатырмыз. Ақша сабағы, байлық потоғы 2 күн бойы өттік біз бүгін. Егер ол сабақ не береді, не өзгеріс болуы мүмкін, қатысайын ба, қатыспайын ба деген сомнение болса, соңғы посттың астындағы пікірлерді оқыңыздар. Соңғы 2-3 посттың астының бәрінде пікірлер толып тұр. 99% альхамдулиллах нәтижелер. Жолдасым арақпен күресіп жеңе алмадық. 4 баламен ажырасып жатырмын. Жан дүниеме күш беретін аффирмация айтыңызшы. Жалпы біз адамға арақты қойғызу, күйеуім арақ ішеді, мен қойғызғым келеді. Это ваше желание, чтобы он не пил, примерно. Сіз қалайсыз оның ішпегенін, а ол өзі қалайды ішуді. Яғни это ваше желание, ол сіздің қалауыңыз, сіздің арманыңыз. Мен келінімнің күшті болғанын, келінімнің азанда ерте тұрғанын қалаймын. Мен ерте тұрғанын қалаймын, а келінім түске дейін ұйықтағанды қалайды. Оның өз қалауы бар, оның өзінің ақылды есі санасы бар да. Ол өзі жеке бір тұлға. Сол үшін біз адамның адамға әсер ету өте қиын жағдай. Яғни біз аффирмация айтқан кезде бұл аффирмацияның ішінде ол адаммен қосып өзіңізді де қосуыңыз керек. Аффирмация айтсаңыздар негізі көп нәрсені өзгертесіздер ғой. Аффирмацияның қалай көмектесетінін білгілеріңіз келсе, опять же сабаққа қатысыңыздар. Аффирмация жасаңыз, менің күйеуім иманды, менің күйеуім иманды. Иманды адам арақ ішпейді ғой. Біз бақытты отбасымыз. Менің күйеуім иманды деген аффирмация жұмыс жасай ма? Жасамайды. Неге? Өйткені бұл аффирмацияның ішінде сіз жоқсыз. Біз өзімізді қосу керекпіз. Мен өте бақытты әйелмін, себебі менің күйеуім иманды. Осыдан 3 жыл бұрын ең көп айтқан аффирмацияңыз қандай, айтайын ба? Мен өте жолы болғыш, бақытты, сүйікті миллионермін. Бір күнде сіздерге рекорд жасадым. Бір күнде 14 мың айтқам. 14 мың тілім алып кеткен ғой да тағы. Өйткені менің аффирмациядан басқа техниканы білмедім ол кезде. Ассаламу алейкум Айнұр ханым. Сабаққа 2-ші рет қатыстым. 28 күн оразадағы садақаны дұрыс түсінбедім. Күнде беру керек па? Күнде беру керек. Дайректке жазын жауап бермейсіз түсініп. Күнде. Сабақта айтылды ғой. 28 күн подряд. Бұл не үшін керек? Денежный потокты ашу үшін керек. Сондықтан арақ қойғызу деген нәрсе мен қойғызғым келеді. Ол адамның өзі, мысалы айтса, мен арақты қойғым келеді. Көмектесіңізші десе, мен онда совет бере аламын да. Ал енді күйеуіме қалай қойғызғым келеді? Біз сіздің қалауыңызбен жұмыс жасай аламын. Бірақ сіздің күйеуіңіздің, анаңыздың, бауырыңыздың қалауымен мен жұмыс жасай алмаймын. Өйткені ол адам маған кеп тұрған жоқ. Ол адамның желаниясын мен білмеймін. Бақытты болыңыз. Әмин.
Айнұр ханым балам тырнағын тістеп тырнақтың жанындағы терісін тістейді тістей ғой, иә. Тістену обида ғой примерно. Бірдеңе айтқысы келеді, тыңдамайсыз бәлкім. Менің қызымда да болған осы нәрсе, тістеп тастайтын тырнақтарын. Аффирмацияны қалай айтады? Аффирмация деген мощный техника, сөздің құдіреті және ойдың құдіреті. Сөз бен ой екі құдірет қосылған кезде бұл енді өте керемет энергия. Аффирмацияның күшімен айдың нәтижелі парақшасын көріп жүрсіздер ма? 12 жыл псориаздан ауырған кісі жазылды. 12 жыл видеосын сап қойдым. Астына біреу жазып қойыпты, ұятсыз, сен өз адамың сөйлетіп қойдың деп жазыпты. Аллахқа тапсырамыз, енді ондай не істейміз. Тараз қаласында тренингте 1000 адам болды, өтірік болса 1000 свидетелім бар. 113 килограммнан 58 килограммға аффирмацияның күшімен түстім деді. Оның видеосын сақ қоям, иншаллах сол парақшаға, айдың нәтижелер парақшасында. Айнұр ханым деді, даже диета ұстаған жоқпын деді. Даже диета ұстаған жоқпын деді. Кішкентай баланы витили, жалпы кішкентай балалардың аурулары, көп жағдайда балалардың ауруы бұл ата-анадан болады. Кішкентай балада қандай негатив, қандай обида болуы мүмкін. Ата-анадан болады. Іште жатқан кездегі обидалар болуы мүмкін. Балам ауырып туама деген қорқыныш болуы мүмкін. Мен осы бір оқиғаны бірнеше рет айтқам, естеріңізде бар ма жоқ па, осы менің оқушым жазған. Сіз осы айтып жүрген нәрсеңіз керемет нәрсе ғой, Айнұр ханым дейді. Бір күні двордан бір түрлі отырған баланы көрдім, мынау қандай қызық бала деп сөйтсем, даун дегенді білмейді екем. Даун деп мамасы айтты, бұл менің балам даун ауруымен ауырады деп. Ойбай, даун деген бар ма еді? Оқыдым, зерттедім, үйге келдім. Яғни оқыдым, зерттедім, іздендім деген не деген сөз? Сол информацияны дамыттым деген сөз. 1,5 жылдан кейін өзім даун баланы тудым дейді. Ой ғой, адамның өмірін күл талқан қылатын да ойы. Тіліңе ие бол дейді ғой қазақтар. Тіл мен ойдан құримыз бәріміз. Тіліңіз тап-таза болғанда, ойыңыз тап-таза болғанда, өміріңізде тазалық болады. Бізді, Аллах тағала бізді сиыр қылған жоқ, ит, мышық қылған жоқ қой. Шөпті жеп алып, жайылып келіп, ұйықтап жатады қайттан, е? Бізге сана берді, сөйлей алатын құдірет берді. Сөйлегенде сені адамды боқтау үшін, қарғап сілеу үшін берген жоқ оны. Қалауыңды сұра деді да осы тіліңмен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Айнұр ханым, бүгінгі түпсана сабағы бітіп кетті, бірақ 24 сағат сақталып тұр, көре берсеңіз болады. Айнұр ханым, кешірім сұрадым, бірақ ол кісі кешірмеймін десе не істеуге болады? Енді қараңыздар, кешірім деген нәрсені айтайын. Мысалы үшін мен ана кісіні ренжітіп қойдым. Ол кісі ренжіп жүр маған. Мен оның алдында өзімді кінәлі сезінемін. Виноваты чувствовать етем. Мен, может, оған ештеңке істемесем де, кінәлі сезініп жүрмін. Это состояние, осы көңіл күйім менің кінәлі сезінген оған ұнайды. Но мен ренжітіп қойған ұятсыз болсын, жаман адам. Сөйтіп жүрген кезде мен айттым, мен кешірші дедім, мен қателік істеп қойдым, кешірші дедім. Мен кешірдім, ол кешіргенсе, мен рахаттанып қаламын. Мен уже оның алдында кінәлі сезінбеймін. Мен оның алдында бүйтіп тұрмаймын. Это ему надо. Поэтому ол айтады, мен сен кешірмеймін. Подсознательно не деген сөз? Мне невыгодно сені кешіру. Сондықтан кешіре ма, кешірмей ма, это его проблемы. Қателестіңіз ба, ренжітіп қойдыңыз ба, хақысына кіріп кеттіңіз ба, кешірім сұраңыз. От души. Кешіре ма, кешірмей ма, оны өзі біледі. Мен үлкен қызымның ұрлығын өтірік айтуын қалай қойдырсам болады? Махаббатпен қойдырасыз. Жүрегіңізді жібітіңіз. Қызыңызға өте қатал болмаңыз. Бала не үшін өтірік айтады? Мынаны сен жедің ба десе, жеген жоқпын. Мен жесем, неге жейсің деген ар жақта ұрыс керіс естіп қалам ба деп. Бала 2 алып келсе, қанша алдың десе, 2 алдың ба десе, алған жоқпын дейді. Мен 2 алдым десе, мені жек көріп қалады. Біз сөйтеміз, біз баланы жақсы нәтижесімен ғана жақсы көреміз. Бала тышып қоймаса, сейіп қоймаса, күшті жаным, күнім. 5 алып келіп тұрса, керемет, ақылды бала, ыдысты жуып қойса, ой жаным, құлыным, менің балам, бұтақаным. Ыдысты сындырып қойма, қайда қарап отырсың, көзіңе қарамайсың ба сен?
Все, отталкиваем, непринятие. Яғни бала не үшін? Непринятие, отталкивать еткеннен бала қорқады. Ана елдің баласын қарашы, бүйтіп жатқан. Мен азынан кешке шейін жұмыста жүрмін, сен болсаң сөйтіп жатсың. Неге сабақ оқымадың сен? Ұятсыз, оңбаған, ұрып жібереміз, айқайлаймыз. Бала осы состояниеден қорқады, анасының қатыгездігінен қорқады да. 2 аптасында алған жоқпын. Егер сіз 2 алдың ба, балам, ештеңе етпейді. Бәрібір мен сені жақсы көремін. Қандай болса да мен сені ерекше жақсы көремін. Сен менің баламсың деп қабылдағанда, балаңыздың жетістігін де, кемшілігін де бәрін толық қабылдағанда, бала сізге өтірік айтпайды. 25 желтоқсанда 3 күндік тренинг болмайды. 25 желтоқсан, қыздар, реклама, 2 тренинг өткіземіз. Бірінші тренинг 25 желтоқсанда 3 айлық марафон басылады, 90 күндік. Арнайы приложение болады. Оның ішінде медитация болады, аффирмация, визуализация, түп сана, денсаулық бәрі болады, 90 күндік сабақ. Ал енді 23 күні осы айдың 5 күндік сабақ болады, түп сана, 7000 теңгелік. 50 күндік марафон, 90 күндік марафон 50 000 теңге тұрады, 5 күндік сабақ 7000 теңге тұрады. Қайсысына мүмкіндігіңіз бар, өзіңіз білесіз. 90 күндік марафонға қатысқан қыздардың ішінен желаниясы бар болса, қыздарды бөліп аламыз да, не Алматыда, не Астанада, не Стамбулда 10 күндік офлайн сабақ өткіземіз да. Ол қыздарға коуч-мотиватор деген сертификат береді. Айнұр Тұсынбаеваның армандар орындалады марафонын өткеніңіз үшін сізге коуч-мотиватор деген сертификат беріледі деп, сонда сертификат береміз. Егер ол сертификат алу үшін жеке оқимын десеңіз 400 000 теңге, марафонға қатыссаңыз 200 000 теңге, 2 есе арзан. 28 күн оразада садақаны топтап берсе бола ма? Жалпы желательно күнде беру керек былай. Мен тіркелдім 90 күнге. Пакиза, Аллах зейініңізді ашсын. Иншаллах, хайырлы білім болсын сізге. Папамның арқасында өтірік айтып көрмеппін. Вот, ұрысқызбайтын мамаға. Кім өтірік айтады? Папасы қатал болғанда. Мамасы айтады, әкең айтам мен сен дейді. Сосын әкесіне дейді, не істеді мынау бала деп, одан сайын наказание. Ол балаларды ұрғанда, соққанда өтірікші болып шығады таза. Вот, міне өзіңіз Өмірзакова, Зуля, үйдің шашылғанын қаламайтын едім. Сол бір балама блок, кейін тумай қалдым. Перфекционизм. Яғни бала болса үйді шашып тастайды деген блоктан бала көтере алмай қалдыңыз. Перфекционизм. Балалы бедеуліктің негізі психосоматикасы өте көп қой. Мен өте көп жұмыс істедім, маған жеке сабақтарға өте көп келді. Ақтауда біз осы туралы сабақ өткіздік. Сонда бір қыз айтады, ол қыздың анасы баладан қайтыс болған. Үйде өзіміз 8 болған, шешем 8-ші баланы көтерді, інімді туды, бала қайтыс болды. Сонда қатты қиналдым, қатты жыладым. Бала тумайым деп айттым дейді. Оны бала кезде айтқан енді ол. Ұмытылды, кейін нормально, ұмыттым бәрі, күшті жігітке тұрмысқа шықтым, үйлендім. 6 жыл өтті, бала көтере алмайым, 1 жыл өтті, бала көтере алмайым. Сосын күйеуім барып, ана, мен тексерілем, бәрі нормально дейді. Күйеуім барды дейді, барған кезде 0, күйеуің бесплодный. Аллахтың құдіретін қараңыздар, сонда 6 жастағы сенің заказың бала тумаймын деген заказыңа саған бала туғыза алмайтын еркек әкеп қосып қойды да. Остановка жасаған кезде оказалось, өзінің тіліне мен бала тумаймын деген установкасы болған. Садақа күніне бір адамға. Біліміңіз, байлығыңыз өте керек. Сертификат не үшін керек? Егер сіз педагог болсаңыз, мектептерге психолог болып жұмысқа кіре аласыз. Сертификат кімдерге керек? Мұғалімдерге керек. Мысал үшін қараңыздаршы, біреудің баласын біреу жақтыра ма? Біреудің баласын біреу жақтыра ма? Біз балабақшаға жұмысқа алған кезде білімі жоқ, жұмыс таппай жүрген қыздарды ала береміз. Мысал үшін сіз балаңызды біреудің баласы, сіз мамасының көзінше шаным, мамасы кетіп қалса шашпа уже, болды, отыр дейсің да. Баланы қабылдамау бар. Мысал үшін қараңыз, баланы жақсы көрмейтін адамға балаңыз тастап кеттіңіз, балабақшада особенно. Ешкімді қорқытқым келмейді. Но ол әйелге бала керек жоқсың, көк тиынға сіздің бала керек жоқ. Оған керек бірақ нәрсе айлығы алып тұратын болды. Яғни сіздің балаңызға деген одан махаббат болмайды.
Менің кеше пентхаусымды ұтып алған Бибінұр Тапаева балабақша бола істеген. Балаларды ренжітіп қойсам дейді, жеке дейді пентхаус ұтып алды. Аллах тағала оның бағын қалай бір-ақ күнде потокты ашып жіберді. Бибінұр айтады, өзі өте сондай қарапайым келіншек қой. Мен мүмкін тыңдап отқанда шығар Бибінұр. Маған айтады, Айнұр ханым дейді, балабақшада балаларды ұрыссам дейді, сразу кешірші мені ботам, кешірші деп кешірім сұраймын дейді да. Балаға деген махаббат. Бұл да тоже, мысалы үшін, ақындық Алладан келеді. Вообще мұғалімдік те Алладан келеді. Тәрбиешілік те Алладан келеді. Суретшілік те Алладан келеді, негізі. Как добиться успеха дейді Ерімбет. Сабаққа не қатыспайсыздар жандарым. Сізді тыңдап отырмын, Аллахтың қалауымен өмірімді өзгеруіне себеп боласыз деген үміттемін. Аллахқа дұға қылыңыз. Желание нет по жизни. Это не лень. Ничего не интересует. Цель жоқ қой өйткен сізде. Цель жоқ. Цель болмаса энергия болмайды. Энергия болмаса жата береді адам. Бүгін біз осы сабақты өттік. Енді оны қазір мен қайтадан тәптіштеп айтпай қояйын. Сіздермен қоштасайын. Уақыт біраз болып қалды. Қайырлы түн, жақсы ұйықтаңыздар. 23 күні түпсана сабағында күтемін. Қандай да депрессияңыз болса, қинала беретін болсаңыз, бұрын түпсанаға қатыспаған болсаңыз, бұрын вообще қатыспаған болсаңыз, міндетті түрде келіңіздер. Сіздерге ұнайды, мен оған 100% сенемін. 3 айлық сертификат, марафоннан кейін 10 күн тағы офлайн өтеміз. 3 айлық марафон жеткіліксіз болады. 10 күн офлайн өтеміз. Сертификат туралы мына сұраққа жауап, мына сабақна телефонды скрин жасап алыңыз. 3 айлық марафон 708 268 1696 номеріне жазыңыз. Сертификат қалай беріледі деп. Педагог болсаңыз керек. Осы бойынша. Или болмаса мен олай ақша таппасам да, психология менің үрім бұтағыма, балаларым үшін керек десеңіз, алып алсаңыз болады. Барлықтарыңызға сәттілік, қайырлы түн.